1971-1981 жыл аралығындағы мектепте оқыған достарыма бір шумақ. Сурет десем ауылды, есіме алып дауылды, көктем болса найзағайлап, жауып тұрған жауынды, жүруші едік жерді жытып, егейік деп қауынды, қой қозылап, мал төлдетіп, сүтті жинап сауынды. Бастайын шеттен класс тасты, еске алып түген деп, Бәкір деген досым болды, жүруші атты жүген деп. Қалқан деген досым болды, олда малшының баласы, қойлары болды семіз-семіз, сайлап ішінен алсын деп. Жәку деген досым болды, олда шопанның қызы боп, мектеппенен үйіне дейін салған жолда ізі көп. Шәрі сәпік достары оның, көпшіліктің бірі боп, бір ауылда тұрды ғой олар, айтылатын олар жайлы ері көп. Шәрігүл деген досым болды, пошташы болды әкесі, әрі ардагер, әрі аңшы, әрі бригад көкесі. Еріктерін ұрлағанбыз, талай барып түнімен, Құрбан әлі ұстазымыз болды ғой, олда көкесі. Сәпік деген досым болды, Сейфудин деп айтатын, оқу бітсе біз кеттік деп, үйіне ерте қайтатын. Шәрігүл мен Жаңагүлдер, олар жайлы айтатын, өтірік уәде беретұғын, бәрімізді де байтатын. Дөтка деген досым болды, істері оның бұзықты, бір күні келсем, доскаға дәуғып, суретті олда сызыпты. Мұрындарын үлкен қылған, Кенже деген досымның, қызыл мұрын деп айтып кеттік, естелік көп қой үзікті. Ұлсара деген досым болды, өзі пәри класском, есекке деген жүйрік болды, үйрендік одан класс боп. Әкесі де оның ұстаз болды, жеңгесі де ұстаз ғой, отбасымен бәрі ұстаз, өзінде де оған ықылас боп. Назар деген досым болды, Базаров деп айтады, өзі ыржақай күлегеш болды, үйіне ерте қайтады. Дәулет деген ағасы болды, Нұру деген әпкесі, әкесінің оны елдің бәрі қожалапес деп айтады. Емпат деген досым болды, ол да шопанның інісі, мал болмаса үйлерінде тарылады тынысы. Мотоциклді мініп алып, шарлады ғой ауылда, үйретейін десе, болмады ғой, сол кезде оның інісі. Палым деген досым болды, оның да әкесі шопан ғой. Тастамайтұғын үстінен әркез, көкала киген шапан ғой. Көшіп кетіп, қайта келіп, жүрді ғой ол да бір кезде, түрлі киімдерді киіп алып, класста модашы атанды. Ләззат деген досым болды, көңілі оның ашықты, класстастардан болмапты оған, ешқайсысы да ғашықты. Әзіл күлкіге жақын болды, класстасым құдашам, үйлері оның тым алыстау, мектептен болды қашықты. Жалғас деген досым болды, бүркітіп деп айтты ғой, Қызырабадқа көшіп қонып, ақыры елге қайтты ғой. Ол келгенде мен де кеттім, Газелиге оқуға, осылайша суреттедім, еске түскен жайтты ғой. Шаштараздық достарым менің, Ысақ мінеуар көпалдар, Гүлзиралар, Наржамал мен Халла пұшық жамалдар. Айтар болсақ олар жайлы таусылмайтын бір жыр бар, осылайша суреттедім, достарымна арнап бір жырлар. Өмірден өткен достарымды есімізге аламыз, ойланып кейде олар жайлы мұңайып та қаламыз. Айтылмаған достарым болса, кешірсін енді біздерді, осылайша естеліктерді есімізге аламыз.